Саламатсыңдар ма балалар? Қалдарың қалай? Алдымен каналға тіркеліп алайық. Бірінші сабақ. Саяхатты жоспарлайық. Жаңа сөздер. Демалды. Демалды. Өткізу. Өткізу. Тамаша. Тамаша. Жоспарлау. Жоспарлау. Бірінші тапсырма. Суретке қара, әңгімелеп айт. Балалар, суреттің жанында бізге қарасақ қысқаша сөйлемдер берілген. Табиғатқа шығайық. Демалысты тауда өткіземіз. Тамаша, маған ұнайды. Енді суретке қарап әңгімелейтін болсақ, балалар, суретте біз табиғат аясындағы адамдардың табиғатта тауға шығып демалып жүргенін көреміз, иә? Бұл жерде қалай әңгімелесек болады? Асан отбасымен тауға барды. Демалысты табиғат аясында өткізді. Табиғатта мөлдір бұлақ, жасыл ағаштар болды. Және ауасы өте таза екен. Табиғатта демалған маған ұнайды. Немесе маған ұнады. Деген сияқты өзіміз әңгімелеп айтсақ болады. Олар демалыста қайда барды? Олар демалыста тауға барды. Сен өз демалысыңды қалай жоспарлайсың? Мен өз демалысымды табиғатта демаламын деп жоспарлаймын. Немесе мен өз демалысымды тауда өткіземін деп жоспарлаймын. Немесе мен өз демалысымды отбасыммен өткіземін деп жоспарлаймын. Деп бірнеше жауап арқылы, яғни өздерің демалыс күндері не істейсіңдер, не істеуге болады, қалай өткізген ұнайды, сол туралы айтып, сұраққа жауап берсек болады. Екінші тапсырма. Тыңда, сұраққа жауап бер. Маржан отбасымен табиғатта демалды. Әкесі балық аулады. Анасы балық пісірді. Ағасы суретке түсірді. Маржан гүл терді. Інісі доп ойнады. Демалысты өте көңілді өткізді. Балалар астында сұрақ берілген, не істеді? Біз сұраққа жауап беруіміз керек. Әкесі не істеді? Әкесі балық аулады. Анасы не істеді? Анасы балық пісірді. Ағасы не істеді? Ағасы суретке түсірді. Маржан не істеді? Маржан гүл терді. Інісі не істеді? Інісі доп ойнады. Осылай сұрақтарға жауап беруге болады екен, балалар. Үшінші тапсырма. Оқы, өз ойыңды айт. Демалысты отбасымен өткізу керек. Табиғатқа шығу керек. Табиғатта қоқыс тастауға болмайды. Енді өзіміздің ойымызды айтайық. Қайсысы дұрыс? Мысалы, менің ойымша, демалысты отбасымен өткізу керек. Мен қосыламын, әрине. Және демалыста отбасымызбен бірге табиғатқа шығу керекпіз. Және де табиғатта қоқыс тастауға болмайды. Мен осы үш сөйлеммен де толықтай келісемін. Ал сенше, өз ойыңды айт. Төртінші тапсырма. Саяхатқа шыққанда қажет болатын заттарды ата, үлгі бойынша жаз.
балалар бізге саяхатқа шыққанда қолданылатын заттар берілген. Бізге осы заттардың ішінен қайсысы қажет, соны жазсақ болады. Үлгі: маған арқа қапшық керек, маған көз ілдірік керек, маған ұялы телефон керек, маған фотоаппарат керек, маған қалпақ керек. Осылай жазсақ болады. Балалар, егер сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау бол, келесі кездескенше.